Ассаламу алейкум баршаңызға, біздің құрметті көрермен, сіздермен мен Абзал Дәулетов. Біздің YouTube каналға да қош келдіңіздер. Көптен бері бізден бейнероликтер болған жоқ, оның да бір себебі болды. Ал енді біз сіздерге көптеген шоулар ұсынатын боламыз. Алдарыңызда Exit VX моделі, жақсылап жайғасып, бізбен бірге болыңыздар. Қытай елінен көптеген брендтер қазіргі таңда біздің нарыққа кіріп жатыр. Бірінші болып Sherry моделі кірді, одан кейін премиум сегмент Exit моделін бізге ұсынып отыр. Exit моделі жалпы өзі үшке бөлінеді. Ол Exit алдыңғы жетекті LX моделі, және де орташа кроссоверлі Exit TXL моделі, және де 7 орындықтық үлкен отбасыға арналған Exit VX моделі. Достар, VX біздің нарықта 5 түрлі түспен ұсынылған. Алдыңғы экстерьеріне келетін болсақ, Exit жазуын көріп тұрмыз. VX моделінде бұл жазу өкінішке орай жанбайды, LX немесе TXL модельдерінде бұл жанып тұратын болады. Жалпы экстерьеріне келетін болсақ, алдыңғы жарық шамдары Hella немістің фирмасында жасалып шығарылған. Оңға және солға бұрылған кезде мына жердегі қосалқы жарық шамдары жанады. Сіздерге қалай? Комментарий жазып отырыңыздар. Exit біздің нарықта екі жиынтықта ұсынылған. Бірінші жиынтығы ол Premier, және де екінші жиынтығы Flagship. Flagship жиынтығында 20-шы размерлі дөңгелектер орнатылған, және де Continental резинасымен бірге. 1, 2, 3, 4, 5. VX моделі біздің нарықта 5 метрлік ұзындықпен берілген, және де бұның биіктігі 1788, ал еніне келетін болсақ 1940 мм болып келеді. VX моделінің кілтін қалтамызға саламыз. Егер де қолымызда заттар болса, артқы багажникті ашу қиындық туындырып жатса, автокөліктің қасына жақындап келеміз. Өндірушілердің айтуы бойынша бұл жерде қақпасы өзі ашылу керек. Сигнал берді, қақпасы өзі автомат түрде ашылғанын байқап тұрмыз. Жалпы сыйымдылығына келетін болса 590 литр, егер де осындай түрде болса, ал егер де екі артқы орындықтарын жатқызатын болсақ, жалпы сыйымдылығы 2600 литрға дейін ұлғаяды. Тағы да не байқап тұрмыз? Бұл жерде 12 вольтқа арнайы розетканы байқап тұрмыз. Егер де бір жаққа шықсаңыз керек болады. Мына жерде инструменттер, мына жерде қосалқы тағы да бір отсек, егер де бірдің заттарыңызды салу керек болса. Асты жағында басқа ешқандай қызықты жерлер көріп тұрған жоқпыз. Тағы да айта кететін бір жағдай, бұның қосалқы дөңгелегі төмен жағында орналасқан. Бұл әрине ауыстыратын кезде кішкене сіздерге қиындықтар тудыруы мүмкін. Электрлік отсекті багажник қақпасын бір батырмамен жабуға болады. VX моделі қалада өте күшті көрінеді. Үлкен 7 орындықтық 5 метрлік бұндай үлкен джиптің артқы дизайнына келетін болсақ, Exit логотипін алып тастап, бұл жерге Lexus деп жазсақ, тура бір LX 600-дің артқы дизайнынан айнымай қалады. Достар, өздеріңіз білетіндей, көптеген басқа автокөліктерден байқайтынымыз, мына бір астындағы орнатылған газ трубасының жері декоративті болып келеді, ал Exit ондай емес, нағыз өзінің газ трубасын осы жерге шығарып қойыпты. Достар, VX моделінің интерьеріне де келіп жеттік. Өздеріміз көріп тұрғанда бұл жерде 12 дюймдік экран орнатылған. Біреуі автокөліктің техникалық жағына жауап беретін болса, екіншісі мультимедиалық системаның рөлін атқарады. Тағы да не байқап тұрмыз? Сымсыз қуаттау орнын байқап тұрмыз. Мына жердегі толықтай дизайны климат контрольдің, ол Jaguar'дың Land Rover'дің дизайнына келетін сияқты 2 шайба, және де орнының барлығы сенсорлы болып келеді. Тағы да бір ерекшелігі, бұл жерде дыбыс ассистенті бар, соны бірге сіздермен тамашалайық. Привет, Exit. Да, я здесь. Закрой шторку. Окей. Өздеріңізге байқап тұрғандай, Exit
дыбыс ассистент арқылы толықтай панорамалық крышаны жауып жатыр. Тағы да бір айта кететін ерекшелігі, бұл жердегі орындықтары Lear компаниясымен жасатылған. Ол американдық компания, осындай автокөліктің жалпы орындықтарын жасайтын. Екі боковой ұстайтын жерін байқап тұрмыз, анатомиялық ретінде жасалған, өте ыңғайлы, ұзақ жолда сіз шаршамайсыз. Тағы да айта кететін тағы да бір жағдайдың бірі, бұл жерде не байқап тұрмыз, тұрақты тежеуіш батырмасы, автохолд және де автокөліктің музыканың дыбысын шығаратын және де бәсеңдеткіш бұрайтын шайбасын байқап тұрмыз және де мультимедиа системаны өшіріп қайттан қосатын батырманы байқап тұрмыз. Тағы да екі стакан қойғышын көріп тұрмыз достар, және де бұл жерде подлокотникасында қосалқы бөлік бар, ол жерде USB-ге арналған бір порт байқап тұрмыз. Сот телефоныңызды зарядтап қойсаңыз болады. Дизайны маған өте ерекше ұнады. Exit деген жазуы көптеген жерлерде көрсетілген. Cadillac-та мысалы 70 жерінде болса жазулар мен логотипі, Exit-те сол сияқты көп. Тағы да бір ерекшелігі акустикасына келетін болсақ, бұл жерде аудиосистема Sony-ден орнатылған. Толық флагшип жиынтығы болғандықтан Sony, ал егер сіз премьер жиынтығын алатын болсаңыз, Arcamus аудиосистемасы орнатылатын болады. Достар, 22 миллион теңгеге тұратын VX моделінде көптеген қауіпсіздік функциялары бар. Ол деген сіздің скоростан асып кетпеуіңізді бақылап отыратын және де сіздің шаршағаныңызды бақылайтын системалар, алдында кетіп бара жатқан автокөлікті бақылайтын автокөлік системасы және де жолда келе жатқан кездегі знактарды бақылайтын системаларды байқап тұрмыз. Және де одан да көп қауіпсіздікке арналған системалары бар. Тағы да бір айта кететін ерекшелігі, бұл жерде 7 сатылы қорапша орнатылған роботтық жапырақшалары бар, плюс-минус, және де оны автокөліктің режимін ауыстырған кезде ауыстырып отыра аласыздар. Тағы да не айтамыз, бүкіл жолаушылардың белдік таққан тақпағанын осы главный аптитронда сіздерге көрсетіп отыратын болады. Драйв модқа келетін болсақ, бұл жерде бізде 3 режим, ол нормал, спорт және де эко режимдар болып 3 режимға бөлінеді. Достар, тағы да бір ерекшелігінің бірі, бұл автокөлікте проекция орнатылған. 22 миллион теңгелік автокөліктегі проекцияда жылдамдығын көрсетіп отырады және де қанша километр қалғанын көрсетеді, және де сіздің жолдан шығып кетпеуіңізді бақылап отыратын функциясы бар. Камерасын орнатсаңыз болады. Графикасына келетін болсақ, өте мықты, ешқандай қатулары жоқ. Мына жерде үлкейтуге болады, немесе қай жағын көргіңіз келіп тұр, сол жағына ауыстыруға болады. Мысалы, артқы жағын көргіңіз келіп тұрса, не тұрғанын мына жердегі кнопканы бассаңыз, артқы жағының сұлбасын көрсететін болады. Достар, артта отыратын жолаушыларға орын өте көп. Өзіміз байқап тұрғандай панорамалық шатыры толықтай артына дейін көрсетіліп тұр. Арнайы бір дефлектор, әр жолаушыға екі жағынан екі дефлектор байқап тұрмыз. Бір жарық шам және де ыстағышын байқап тұрмыз. Мына жердегі лакпен толықтай көрсетілген. Біздің автокөлік сұр түсте, ақ салонымен. Тағы да бір ерекшелігі, бұл жерде мына бір датчикті байқасаңыздар, бұл датчик егерде мына есікті ашқан сәтте арғы жақтан велосипед келе жатса, немесе автокөлік келе жатса, мына датчик қызылмен жанатын болады. Тағы да айта кететін жағдай, бұл жерде климат контроль, 3-ші зоналық климат контроль орнатылған. Мына бір сенсорлы кнопкасы арқылы толықтай артқы климат контрольді қосуға болады. Және де бір USB порт көріп тұрмыз. Және де екі батырма, екі сатылы артқы орындықтарды жылытқышын байқап тұрмыз. Достар, көліктің 3-ші рядына отырып көрейік, ол ыңғайлы ма? Соны біз сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Мына бір тартпа арқылы орындықты алдыға жылжытамыз. 3-ші рядқа кіріп көрейік. Әрине, бұл жерде екі орын ғана, екі балансыға арналған. Жалпы орнына келетін болсақ, не байқап тұрмыз? Бір USB порт өте жақсы істелген, өйткені өздеріңіз білетіндей, біздің бала шағаларымыз артында отырып телефон қосып отыратын болса, осы жерге зарядтап қоюына болады. Бір стакан қойғыш байқап тұрмыз, және де арнайы жеке дефлектор. Жалпы ыңғайлылығына келетін болсақ, әрине ұзақ жолда үлкен ересек адамдарға қиындау болады, бірақ балаларыңызды осы жерге отырғызып қойсаңыз болады. Орындық артқа қарай жылжиды, кішкене ғана. Мына бір нелерін көтерсек болады, бас қойғыштарын, және де өзіңізді ыңғайлы қылып отырсақ болады. Жалпы ыңғайлы, бірақ егер сіздің бойыңыз 2 метр болса, әрине бұл жерге сыймайсыз, немесе үлкен
салмақтағы адам болсаңыз, мына жерге сүйіп ұзақ жолға шыдау өте қиынырақ әрине болады. Бұл Alphard емес, бұл Exit VX моделі. Автокөліктің қозғалышын зонасын бір байқап жіберейік. Бұл жерде бізде 2 литрлік турбо үдеткіші бар. 249 аттың беретін қозғалыш орнатылған. Турбо үдеткіші Honeywell фирмасында жасалып шығарылған. Бұл американдық турбо үдеткіш жасайтын фирма болып саналады. Тағы да бір ерекшелігі, бұл жерде барлығы пластикпен жабылған, тек қана су құятын бір ғана лючокты көріп тұрмыз. Және басқа мына жерде шөпті тексеретін бір ғана алынатын пластмасын байқап тұрмыз. Басқа жеріне Қытай көршілеріміз тиіспей қойыңдар. Автокөлік 7 жыл немесе 200 мың километр ойланбастай сізге жүріп береді деп жатыр. Қарқынына келетін болсақ, 249 аттың күші 385 ньютон метрмен жұмыс жасайды. Автокөлік жалпы осындай 2,5 тонналық салмағын мына қозғалтқыш ойланбайсыздай тартып жүр. Толық жетегіне келетін болсақ, Borg Warner фирмасында жасалып шығарылған толық жетектік Exit VX моделі. Сіздерге достар қалай ұнады ма? Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді комментарийға жазып отырыңыздар. Сіздермен болған мен Абзал Дәулетов. Біздің шоудағы VX моделіміз WhatsApp-тарға таратып, өздеріңіздің достарыңызға жіберіп көріңіздер. 22,440,000 теңгеге сіз осындай VX моделін аласыз ба? 7 орындықтық әлде Toyota Camry 75 көлігін аласыз ба? Өз таңдауларыңыз әрине. Қытай біздің нарықты қазірде жаулап жатыр. Chery, Exit, Haval модельдері кіріп жатыр. Жақын арада Geely моделі де болады деп жатыр. Жалпы келесі бір 10 жылдықта Қытай толықтай бүкіл әлемнің автонарығын жаулап алатын сияқты. Өз ойларыңызды жазып кетіңіздер, комментарий сіздердің күтетін боламыз. Біздің каналға тіркеліп подписаться кнопкасын басып отырыңыздар. Сіздердің сандарыңыз артқан сайын бізден сіздерге көптеген контент ұсынатын боламыз. Сау саламатта болыңыздар, келесі кездескенше.